Бүгін 25 қазанда мерекелік демалыс күні Риддер тұрғындары Қазақстан Республикасы күнін атап өтуде. Бұл күн барша тұрғындарымызға еліміздің мемлекеттік егемендігі жайында еске салуда. Қазақстан Республикасы күнін мерекелеу ашық аспан астында туды салтанатты түрде көтеру рәсімінен басталды. Акция Сарай алдылық саябақта өтті. Қазақстан Республикасының туын көтеру кезінде мемлекеттік гимн орындалды. Мәдениет сарайының фойесінде қаламыздың қолөнері шеберлерінің бұйымдары мен тарихи өлкетану мұражайының экспонаттарының көрмесі өтті. Ал Мәдениет сарайының театралды залында республика күніне арналған салтанатты жиналыс өтті. Еліміздің басты мерекесімен Риддер тұрғындарын әкім Думан Рахметқалиев құттықтады. Құрметті Риддер қаласының тұрғындары, сіздерді Қазақстан Республикасының ең басты мерекесі республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін ерекше мейрам. Тәуелсіздік жылдары біз бірге талай асуды бағындырып, халықтың әл-ауқатын арттыруда зор жетістіктерге қол жеткіздік. Біздің алдағы мақсатымыз болашағы жарқын, қуатты Қазақстан құру. Әрбір қазақстандықтың осы жолдағы үлесі маңызды. Бүгінгі Риддер қаласы өндірістік орталық, қысқы спорт және туризм астанасы айналды. Бұл ең алдымен сіздер, қала тұрғындары, еңбек адамдары, кеншілер мен металлургтер, ұстаздар, дәрігерлердің еселі еңбектерінің жемісі. Баршаңызға денсаулық, амандық, елімізге бейбітшілік пен бақ-береке тілеймін. Әкімнің мадақтамалары мен өңірдің дамуына үлестерін қосқан, жоғары азаматтық жауапкершіліктерін көрсеткен белсенді азаматтар ескерілді. Әділеттілікті дамытуға, заңдылықты қамтуға қосқан үлестері үшін, кәсіпқойлық пен істеріне адалдықтары үшін Риддерлік қалалық сотының және полициясының қызметкерлері ескерілді. Қорғаныс министрлігінің алғысы Риддерлік 3 жігітке, Қазақстанның бірқатар облыстарында орын алған су тасқыны салдарын жою жөніндегі апаттық құтқару жұмыстарына тартылған шұғыл қызмет сарбаздарына жарияланған. Отан алдындағы еңбектері үшін қол сағаты түріндегі естелік сыйлықпен Александр Хохлов, Андрей Романов және Никита Бектемиров марапатталды. Республика күнін мерекелеу құрметіне Риддер тұрғындарына Алматыдан шақырылған артистер, Алатау әуендері концерттік ұйымы өнер көрсетті. Үздік нөмірлермен Құлан саз фольклорлық этнографиялық ансамблі өнер көрсетті.